маған бір қиындық кездескен кезде мен не істеймін? Ыңғайланып, жайлы отырып, дәмді бір нәрсені жегім келеді. Осы жерде қиналыс деген не? Біраз уақыттан бері ұйқыңыз бұзылды. Әртүрлі маңызды себептермен қайта-қайта оянып кетесіз. Түнгі 1-2-де ұйықтап, таңғы 7-8-де немесе 6-да тұрасыз. Сол аралықта ұйқыңыз 3-4 рет бөлінеді. Ауырсам да, мен міндеттімін деген жерде төсекте жатып ауруға кемі не себеп менталды, физикалық аштықты, не суықты сезінсем, күн сайын ішкі прокурор, ревизор құл иеленуші нәтиже талап ететін болса, жеткенімді құнсыздандырып, ойымды қамшымен сабалап тұрса, психикам үнемі қысылуда, мазасыздықта болса, денем тозып, жүгіріп, өз-өзінің ішінде қысылып қалса, осының біреусі немесе бірнешеуі тоқтаусыз біраз уақытқа созылғанда, мен өзімнің бір деңгейде ауырлық, қиындық сеземін. Маған қиын болғанда, мен жайлап ыңғайланып отырып, дәмді бір нәрсені жеуге қалаймын. Бұл жерде тамақтың табысы қандай? Мен қиналғанда, менің психикамның ішінде кішкентай бөпе нәресте айғайлап жатады. Ол қиналып жатады. Ал оның білетін тынышталу жолы, талап ететін бір ғана жол бар, ол тамақ. Өйткені бір кезде біз солай жасадық, бөпе кезіміз. Шын мәнінде нәресте болған кезде біз не керек екенін білмедік. Аш болсақ та, тоңсақ та, қорықсақ та, жайсыздықты сезінсек те біз бақырып жылайтынбыз. Біздің анамыз келеді, жылы, дәмді, жағымды тамағын құшағына алады, бауырына басады. Сол кезде менің ішім тынышталып, бәрі жайлана бастайды. Өміріміздің басында бұл өзін жұбатудың тамаша жолы болды. Бөпе кезімізде. Ал қазір ересексіз ғой. Сен ересек ол нәрсе егер дене, сіздің психикаңыз жұбатудың басқа жолы білмесе, немесе жұбату жолы күрделі болса, онда ол қосымша күш талап етсе, мен бұрынғы ескі жолды таңдаймын. Жұбаныш ретінде қолжетімді, түсінікті, бұрыннан жұмыс істеп келе жатқан. Сол себепті жұбаныш ретінде сол баяғыдан білетін тамақты таңдаймын. Өйткені ол түсінікті, қолжетімді, бұрыннан жақсы жұмыс жасайтын әдіс еді.